Всем сәлем, сіздермен бірге Диана және бүгінгі біздің тақырыбымыз жұмыс. Осы физика ғылымында жұмыс түсінігі біздің өміріміздегі жұмыс сияқты емес. Оның физикалық мағынасы жұмыс ол қандай да бір денеге әсер еткен күштің, осы F, осы күштің арқасында орын ауыстырған кездегі жасалған жұмысты айтады. Сонда бұның өмірде көрінісі қандай және осы формула негізі қайдан шықты? Осы сұрақтарға бүгін біз бірге жауап берейік. Және осы сұрақтарға жауап беруге бізге осы бусиналар көмектесетін болады. Яғни осы цепочкадан бір бусинаны алып, дұрыстап тұрып қарастырып көрейік. Осы ұзын қара кесінді ол осы жібі болсын. Және бұл бусинаның өзі, яғни бусина осы жіптің арқасында тек қана оң мен солға ғана қозғала алады. Алайда біз оған қандай да бір күшпен сырттан әсер етіп отырық дейік. Мысалы, осындай F1 күші болып табылсын, иә. Алайда бір күш болсын, яғни F1 өзі ғана оған әсер етпейді. Оған міндетті түрде басқа да күштер әсер етеді. Біздің жағдайымызда ол инерция күші болсын. Яғни инерция реакциясы. Және бізге ыңғайлы болу үшін біз оны осылай проекцияларға бөлейік. Яғни мынау F2 болсын және мынау F3 болсын. Бұл осы инерция реакциясының проекциялары. Және осыны біз Ньютонның екінші заңына сай жазайық. Яғни Ньютонның екінші заңы күштердің сумасы ma-ға тең болады. F1 қосылған F2 қосылған F3 тең болады ma. Ешқандай қиындығы жоқ, иә? Ал енді біз осыны x өсі деп қарастырып көрейік. Яғни осы Ньютонның екінші заңының түрінен OX-тағы тұратын проекцияларының түріне алып келейік. Ең алдымен осы F1-ді проекцияға аударсақ қалай болады? Яғни бізге осы жердегі проекция керек қой. Яғни бізге косинус керек болады. Косинус альфа, мына жердегі қандай да бір бұрыш альфа 1 болсын, иә? Келесі бізде F2. F2, енді біз осылай визуально көріп тұрмыз, оны біз проекцияласақ, ол жай ғана мына жерде бір нүкте болып қалады, яғни 0. Алайда оны 0-ге айналдыратын осы альфа бұрышы, яғни мына жерде альфа 2 болсын. Сонда біз осыны F косинус альфа 2 деп жаза аламыз. Егер біз осы есепті кәдімгіше шығарып отырсақ, және мына жерде осылай 90 градус болып беріліп тұрса, онда ол әрине 0-ге айналады. Алайда біз оны осылай да жаза аламыз. Және F3. F3-тің осы x өсімен градусы енді 180 болып тұрғаны өте анық. Және осы x-тің бағыты мен F3-тің бағыты қарама қарсы екенін көріп тұрмыз. Яғни мынау бізде міндетті түрде теріс болады. Алайда біз оны осылай жаза аламыз. F косинус альфа 3. Себебі оны теріске айналдыратын осы картинка емес, осы альфа ғой. Яғни біз оны осылай жазсақ, мына жерге минус қоямыз, егер де біз осы есепті шығарып, осы альфа белгілі болып тұрса, онда біз мына жерге минус жазушы едік. Алайда біз жай ғана олардың проекцияларын жазып отырмыз. Сондықтан біз мұнда плюс болып қалдырамыз. Және тең болады max. Енді бізге жұмыстың формуласына осы формуланы алып келуге осындай бір формула көмектеседі. Бұл жолдың формуласы. Қандай жол? Мына жерде суретте ешқандай жол беріліп тұрған жоқ. Алайда біз осы бусинаға бірнеше жақтан күштермен әсер етіп тұрмыз. Яғни ол міндетті түрде қозғалады. Және оның қозғалысы мына жерге келсін дейік. Яғни мына бізде старт, мына бізде финиш. Және S дегеніміз ол осы старт пен фиништің арасындағы орын ауыстыру болып табылады. Яғни осы жердегі орын ауыстыру S. Мына жерден бізге AX керек болады. Оны өзімізге ыңғайлы болатындай шығарып алайық. AX тең V квадрат минус
v0 квадрат бөлінген 2s. Және осы аны мына жерге алып келейік. Келесі бетінде жазайық. Косинус альфа 1 қосылған f косинус альфа 2 қосылған f косинус альфа 3 тең болады m көптілген v квадрат минус v нулевой квадрат бөлінген 2. Және мына жерде s бар. Енді оң жағында, сол жағында бірдей осы s-ке көбейтейік. Бізде шығады sf косинус альфа 1 қосылған sf косинус альфа 2. Мен әрқайсысын осылай ашық жазайын, анық болатындай. Косинус альфа 3 тең болады. Енді мына жерде біз s-ке көбейттік, яғни осы s қысқарып кетеді. Мына жерде m-ді v-ның әрқайсысына бөлек көбейтеміз. Және мына жерде тек қана 2 қалады. Біз оны осылай 2 жаққа бөле аламыз. Бұл осындай әдемі формула шығу үшін керек. mv нулевой квадрат бөлінген 2. Осы формуланы ортақ бөлімге келтіретін болсаңыздар, дәл осы шыға келеді. Біз ештеңе өзгертпедік. Жай ғана оны өзімізге ыңғайлы болатындай бөлек жаздық. Ал енді көріп тұрғанымыздай, өзіңізге өте таныс және өте әдемі формулалар шыға келді, иә? Мына жерде бізде sf косинус, sf косинус, sf косинус болып кетіп жатыр. Яғни, мынау біздің жұмысымыздың формуласы шыға келді. sf косинус альфа. Себебі бізде мына жерде f ол әрқайсысы үшін тұрақты болып келеді. Сондықтан бізде жұмыстың формуласы осылай қорытылады екен. Және бізде келесі туындайтын сұрақ, мына альфа ол қандай альфа? Ол қайдан келген? Ол кез келген бір ауадан алынған бұрыш емес. Ол именно осы әсер етіп жатқан, денеге әсер етіп жатқан күшпен орын ауыстырудың бағытымен екеуінің бағытының арасындағы бұрыш болып табылады. Және мына жердегі осы оң жақтағы формула бізге өте таныс болып тұр, иә? Біз оны алдыңғы сабақта энергия тақырыбында өттік. Мынау бізде дәл кинетикалық энергияның формуласы. Яғни мына жерде бізде E2 минус E1 болып тұр. Неге? Себебі мынау бізде финиш, мынау бізде старт. Старт себебі мына жерде v нулевой деп тұр. Мынау бастапқы, мынау соңғы. Сондықтан E2 минус E1, E2 минус E1 дегеніміз ол дельта E. Бұл жерден бізде кинетикалық энергия туралы теореманың формуласы шыға келді. Яғни мына жерде біз осының бүкілі анның қосындысы екеніне көз жеткіздік, иә? Ал мынау бізде дельта E. Сонда бізде кинетикалық энергия туралы теореманың формуласы ол сумма А, яғни алардың жұмыстардың қосындысы тең болады дельта E болып табылады. Дельта E кинетикалық. Және оның анықтамасын айтадық болсақ, кинетикалық энергиясының өзгерісі оған әсер етуші барлық күштердің қосындысы жұмысына тең. Яғни мынау бізде жұмыстардың қосындысы, мынау бізде дельта E кинетикалық. Және тағы да айтылмаған формулалар ауырлық күшінің жұмысының формуласы және серіппенің жұмысы. Енді
бірге практика ретінде есептер шығарып көрейік. Бірінші есеп суреттегі денеге әсер ететін F күшінің жұмысы. Мына жерде біз анық көріп тұрмыз, қандай бұрышты аламыз деген ең алғашқы сұрақ туындау керек. Бұрыш қай жерде орналасқан? Айтып кеткеніміздей, ол осы F пен S-тің бағыттарының арасындағы бұрыш. Мына жердегі бұрыш бізде ол 180 екені көрініп тұр. Және жолмен осы күшіміздің бағыттары бір-біріне қарама-қарсы, яғни бізде жұмыс теріс болады. Себебі бізде формула А тең SF косинус альфа. Және осы градус үшін бізде мына жерде теріс болып қалады. Сондықтан бізде А 0-ден кіші болып қалады. Келесі, жұмысы 10 болатын күшті көрсетіңіз. Енді әрбір күшті жеке-жеке қарастырып көрейік. Мына жерде F1. F1 ол дәл алдыңғы есепте, өзімізге ыңғайлы болатындай, біз мына жерде осылай бір түзу сызайық. Біз мына жерде орын ауыстыруының бағытымен әр F-тің бағытын салыстыру керекпіз. Яғни мына жерде бізде анық енді көрініп тұр, мына жерде перпендикуляр екенін, және біз F-тен осы OX-ке проекция жүргізсек, ол мына жерде нүкте болып қалады. Сондықтан ол бізде 0. Яғни теріс те емес, және 10 да емес. F2 өте оңай, дәл сондай ситуация. Бәрін тек қана осы орын ауыстырудың бағытымен салыстырамыз. Мына жерде де бізде 90 градус болып тұр, мына жерде бізде проекция жай ғана нүкте болады. Келесі бізде F3. F3 бізде осы орын ауыстырудың бағытына қарама-қарсы болып тұр. Яғни анық ол теріс болады. Ал F2-ның мына жерде градусы бізде сүйір болып табылады. Бұрышы сүйір болып табылады. Сондықтан мына жерде біз SF косинус альфа, мына жерде альфа деп алсақ, ол 0-ден үлкен болады. Және бізде мына жерде F4 дұрыс жауап. Келесі есеп. Вертикаль жоғары лақтырылған дененің 1 метр биіктікте кинетикалық энергиясы 25 джоульға артса, ауырлық күшінің жұмысы, яғни бізге айтып тұр, кинетикалық энергия 25 джоуль. Айтпақшы, осы джоуль туралы. Джоуль дегеніміз ол бізде H көбейтілген M. Және күштің өлшем бірлігі дәл солай джоуль болып табылады. Ол да H көбейтілген M-ға тең. Енді мына жерде өлшем бірлігінен ғана дұрыс жауапты табуға болады. Яғни олар бізде бірдей болып тұр. Және алдында айтып кеткен кинетикалық энергияның теориясы бойынша бізде мына жерде А Еге кинетикалыққа тең. Сондықтан дұрыс жауап бізде 25 болып табылады. 25 джоуль. Және осы өлшем бірлігін қалай жаттап алуға болады? Егер де осы формуласын есте сақтасаңыз, онда өлшем бірлігі автоматтық түрде есте сақталады. Себебі бізде мына жердегі S-тің өлшем бірлігі, енді ол жол ғой, жай ғана қарапайым жол. Ол метр, ал F бізде ньютон, яғни H. Енді мынау кәдімгі бізде метр көбейтілген H болып тұр. S көбейтілген F. Келесі есеп. Өзара перпендикуляр 30 H, 30 ньютон және 40 ньютон күштерінің әсерінен дене 10 метр қашықтыққа қозғалады. Тең әсерлі күштің істеген жұмысы. Бізде екі күш
берілген және жұмысты сұрап жатыр. Енді қандай да бір денені қарастырайық. Оған екі күш перпендикуляр түрде, бір-біріне перпендикуляр түрде әсер етіп жатыр. Енді бұл осылай және осылай деп қарастырсақ болады. Мынау 30 және мынау 40. Мына есепте бағыттары қатты маңызды емес, бір-біріне перпендикуляр болса болды. Енді мына жерде біз осы екі күштің ортағын шығару керекпіз. Бұл қалай? Бұл енді геометрияның векторларды қосу деген темасы. Яғни бізде екі вектор осылай тұр. Біз оның ортағын негізі жай ғана Пифагормен таба аламыз. Себебі мына жер 90 градус. Енді векторларды үшбұрышты қосу деп атаймыз осыны. Және векторларды параллелограмм қосу ол да бар. Осындай да метод бар. Енді бізге енді ең ыңғайлысы Пифагор болып тұр. Және 3, 4 деген сандарды көрсеңіз, осы Пифагорға байланысты бірден сізде гипотенуза 50-ге тең болады. Енді мына жерде осындай үшбұрыш болса, және мына жерде 3, мына жерде 4 болса, енді мына міндетті түрде 5 болады. Оны істеп көре аласыз. Дәл осылай 5 шығады. Әр кезде 5 шығады. Мұнда 4 болса да, мұнда 3 болса да, әр кезде 5 шығады. Енді мұнда бізде 40, мына жерде 30, сондықтан 50 шығып тұр. Енді жұмыстың формуласы бізде SF болып табылады. Мына жерде бізде S 10 метр, ал F біз тауып алдық 50. Сондықтан мына жерден бізде 500 деген сан шығады, 500 джоуль жұмыс. А жауабы дұрыс болып табылады. Енді жаңағы бірге істеген жұмыспен байланысты үй жұмысы берілетін болады. Ең алғашқы есеп, жұмысы 0-ге тең болатын күшті көрсетіңіз. Мына жерде әрбір күшті бөлек-бөлек қарастырсаңыз жақсы болады. Яғни дәл біз жаңа ғана шығарған есептер сияқты күрделі болып көрінуі мүмкін, бірақ жай ғана ешқандай айырмашылығы жоқ. Жай ғана мына жерде бағыттары көбірек. Және келесі жұмысы теріс болатын күшті көрсетіңіз. Енді мына жерде дәл солай, бәрін осылай жеке қарастырсаңыз өзіңізге жақсы болады. Және осындай мәтін есептер берілетін болады. Үй жұмысын істеу сіздің қолыңыздан келеді, тіпті ауызша шығаратын есептер, сондықтан сізге сәттілік тілеймін. Егер де қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыз, міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар!